Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін осындай жұқа кілем тазалайтын боламыз. Үй жағдайында өте керемет, өте тап-таза болып шығатын болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Осындай кір болып кеткен осы жұқа кілем тазалап алатын боламыз. Менің каналыма қоңыраушаны басып қойсаңыздар, каналымдағы видеоларды бірінші болып көретін боласыздар. Және де еңбегімді бағалап, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Өстіп сызып алып жатырмын. Ана жағы алдында балдар сызып тастаған. Енді мына жағын өзім сызып көрсетіп жатырмын. Порошокқа кетпейтін болады. Менде осындай порошок дәл осыған кетпеді. Қазір көрсететін болам. Көріп тұрғандарыңыздай 15 минутқа айналдыратынға қойып алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай көпірген, бірақ ештеңе кетпеді. Енді біз осындай бір сабынның жартысын алып өстіп бөлшектеп турап алатын боламыз. Өстіп турап алып, жылы қайнаған су құйып алатын болам. Мұздай құйсаңыздар да болады, ыстық құйсаңыздар да болады. Өстіп құйып алып, газге қойып қайнататын боламыз. Осы қайнап, осы сабын ериді. Ерігеннен кейін жаңағы кетпеген жуған неміздің ішіне апарып құйып 15 минуттан 2 рет айналдырып алатын боламыз. 30 минутта жаңағы сызған, бәрене төккен барлығы кететін болады. Көпіріп, жақсы көпіреді. Міне көріп тұрғандарыңыздай, 15 минут айналды. Дәл осындай болып, тап-таза болып шыққан. Мен тағы да бір 15 минут айналдырып алатын болам, өйткені таза кетсін деп. Одан кейін сығып болғаннан кейін сразу шаюға жібермей, бірінші сығып алсаңыздар, суларыңыз көпіріп, 2-3 рет шаймайтын боласыздар. Бір-ақ рет шайып, кейін жайып, кейін пайдалана бересіздер кептіріп. Видеоны алдын ала көргендеріңізге рахмет. Менің каналым тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет. Бір шайып аламыз қазір. Көріп тұрғандарыңыздай көпірмейді. Суыңыз көпіріп, мазаңызды алып, қыстың уақытында жуып алсаңыздар да бола береді. Далаға бір 10-15 минутқа шайсаңыздар, лезде кеуіп қалатын болады. Сабынның көпірігі шығып, сабын көпіріп атпайды. Үстіп тағараны біреуін тоңқайтып қойып, үстіне біраз суын сырғытып алдым, көтергенге де ыңғайлы болсын деп. Енді бұны сығып алатын боламыз. Соғуға жібердім. Сығып, жайып, пайдалана берсеңіздер болады. Видеоны көргендеріңізге алдын ала рахмет. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Еңбегімді бағалап, қош сау болыңыздар.